Сәлем достар! 2023 жылы қайтарымсыз грантқа кімдер қатыса алады? Яғни 1.380.000 теңгені кәсіп бастауға кімдер ала алады? Тізімді білу үшін осы видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Ең алғашқысында көп балалы отбасылар қатыса алады. Екінші, АЕК алушылар, яғни әлеуметтік көмек алушылар қатыса алады. Сонымен қатар қандастарымыз қатыса алады. Бірінші, екінші топтағы мүгедектер, мүгедектігі бар жандар немесе мүгедек бала асыраушы отбасылар қатыса алады. Сонымен қатар қоныс аударушылар, яғни оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған өзіміздің қазақ бауырлар жерлестеріміз қатыса алады. Осы тізімде бар болсаңыз, сіз жұмыссыз болсаңыз, немесе ИП-іңіз бар, бірақ 3 жылға толмаған болса, немесе бюджет төлеушісі болсаңыз, сіз бұл грантқа қатыса аласыз. Осы тізімнің ішінен сіз өзіңізді көрдіңіз бе? Онда сіз асығыңыз. Сізде бұл бизнес грантына қатысуға сертификат болу керек және бизнес планыңыз дайын болу керек. Бұл грант 2023 жылы 20 ақпан күні өтінім беріп басталады. 3 наурыз күнге дейін өтінім қабылданады. Сондықтан тапсырып үлгеріңіздер. Егер сіз қатысу шарттарына жатасыз, бірақ қалай неден бастарыңызды білмесеңіз, онда описанияда мен номер қалдырамын, соған жазыңыздар. Сертификат алуға, бизнес план жазуға көмек болады. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.